Hello everyone. Сәлеметсіңдер ме балалар? Top Stars for Kazakhstan Grade 4 кітап бойынша 24-25 беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз балалар. Lesson 4. Learn from the good, hate the bad. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Exercise 1. Listen, point and say. Бірінші тапсырмада тыңдалымды тыңдап көрсетіп айтамыз. Be quiet. Тыныштау. Throw rubbish. Қоқысқа тастау. Rubbish bin. Қоқыс шелегі. Swimming pool. Бассейн. Жүзу. Әуіті. Swimming cap. Жүзу бас киімі. Touch. Ұстап көру. Have a shower. Душқа түсу. Grammar. Ережені оқып аударайық. Must. Mustn't. Must істеу керек. Mustn't істеу керек емес. Мысалы, you must wear a swimming cap. Сен жүзетін бас киімді киюің керек. You mustn't run around the swimming pool. Сен бассейнді айналып жүгірудің қажеті жоқ. Exercise 2. Read and put yes for what you must do at these places or not for what you mustn't do. Балалар, екінші тапсырмада берілген қоғамдық орындарда не жасауға болады, не жасауға болмайды. Соларды галочкамен немесе X-пен белгілеп шығамыз. Мысалы, zoo, жануарлар саябағы. 1. Feed the animals, touch the animals. Feed деген тамақтандыру, touch деген ұстау. Жануарлар саябағында тамақтандыруға болады, ұстауға болмайды. Museum, мұражай. Бірінші, тыныштықты сақтау керек, be quiet. Touch, ұстауға болмайды. 3. Take photos, суретке түсуге болады. 4. Eat or drink, тамақ ішіп жеуге болмайды. Келесі, classroom, сыныпта. 1. Use mobile phones, телефонды қолдануға болмайды. 2. Be quiet, тыныштықты сақтау керек. 3. Eat or drink, тамақ ішіп жеуге болмайды сыныпта. 4. Throw rubbish in the rubbish bin, қоқысты қоқыс шелегіне тастау керек. Келесі, swimming pool, бассейн. 1. Wear a swimming cap, шомылатын бас киімді кию керек. 2. Have a shower, душқа түсуге болады. 3. Eat, тамақ жеуге болмайды. 4. Run around the swimming pool, бассейнді айналып жүгіруге болмайды. Балалар, осылай галочкамен белгілеп шығамыз. Келесі, speaking task, exercise 3. Look at activity 2 and say with your partner. Үшінші жаттығуда екінші жаттығуды оқып, досыңмен сөйлес. You must be quiet, you mustn't take photos. Сен тыныштықты сақтау керексің, суретке түсіруге ол жерде болмайды. You are in the museum. Бұл мұражайдың ішінде. Осылай сұрақ қойып, жұмбақ сияқты жасырып сөйлесесіздер. You mustn't use mobile phones, you must be quiet. You are in the classroom. Осылай бір-біріңізге жасырып ойнайсыздар. Exercise 4. Writing task. Choose one of the places in activity 2 and write sentences with you must, mustn't in your notebook. Балалар, төртінші тапсырмада екінші жаттығуға қарап, қоғамдық орынды таңдап, не істеуге болады, не істеуге болмайтынын дәптеріңізге жазып аламыз. Сөйлемдерді құрастырып, you must, you mustn't сөздерін қолданып. Мысал ретінде бассейнді алдық. You must wear a swimming cap, you must have a shower, you mustn't eat, you mustn't run around the swimming pool. The next one, келесі бет. Lesson 5, 5-ші сабақ. 25-ші бет, exercise 1. Listen and repeat. Бірінші тапсырмада тыңдалымды тыңдап қайталайсыздар. My grandmother reads a book every Saturday, eats some cake and feeds her cat. Snowflake. Менің әжем әр жексенбіде кітап оқиды. Кішкене бәліш жеп, және де өзінің мысығын тамақтандырады. Оның аты Snowflake. Grandmother, әже, reads, оқиды, cat, мысық. Exercise 2. Listen and read the poster.
Екінші тапсырмада тыңдалымды тыңдап, постерді оқисыздар. At the Museum of Nature in Almaty, Қазақстан. Алматыдағы табиғат мұражайы. You must be quiet. Тыныштықты сақтау керек. You mustn't take photos. Суретке түсіруге болмайды. There is a big dinosaur in the museum. You mustn't touch it. Онда үлкен динозавр бар. Мұражайдың ішінде оны ұстауға болмайды. You mustn't eat or drink. Мұражайдың ішінде тамақ ішіп, жеуге болмайды. Exercise 3. Read and write. Put the adjectives in the correct place. Үшінші жаттығуда оқып, жазамыз. Жақшада сын есім берілген. Сол сын есімдерді қолданып, сөйлемдерді толықтырып жазамыз. 1. This is my swimming cap. This is my new swimming cap. Бұл менің жаңа шомылуға арналған бас киім. 2. There is a castle in my city. Менің қаламда үлкен қамал бар. There is a big castle in my city. 3. She has got a ball. Оның добы бар. Біз жазу керекпіз. Оның кішкентай добы бар. Small деген кішкентай. She has got a small ball. Келесі exercise 4. Go to workbook page 23. Do the project and present it. Төртінші тапсырмада workbook дәптерлеріңізді ашасыздар. 23-ші беттегі проект жасау керек, оны сыныпқа көрсет дейді. In the classroom you must be quiet. Сыныпта сен тыныштық сақтау керексің. Мектеп ережесі. You must listen to the teacher. You must do your homework. Be quiet in class. Help your classmates. Keep your desk clean. Осының ішінен сіз біреуін ғана немесе екеуін жасаңыз болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Must дегеніміз жасау керек, я? Must not деген жасау керек емес деген сөз. Яғни мұғалімді тыңдау керек, үй жұмысын жасау керек, сыныпта тыныштықты сақтау керек, класстастарыңызға көмектесу керексіз. Және де тақтаны таза ұстау керек. Must not shout. Айқайламау керек. Must not run in the classroom. Сыныпта жүгіруге болмайды. Must not eat during the lesson. Сабақ кезінде тамақ жеуге болмайды. Must not be late. Сабаққа кешуге болмайды. Must not play with your phone. Және де телефонда ойнауға болмайды сабақ кезінде. Тура осы тақырып бойынша суретін салып, X галочка етіп суретін салып, әдемілеуге болады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. The lesson is over. Сабақ пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңдар балалар. Бай-бай.